Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бейне сабағымыздың тақырыбы бағаналы жасушалар. Олардың ұғымы, қасиеттері, практикада қолданылуы және этикалық аспектілері. Қазіргі таңда биология мен медицинаның қарқынды дамуына байланысты бағаналы жасушаларға деген қызығушылық артып отыр. Себебі бұл жасушалар көптеген ауруларды емдеуде, зақымдалған ұлпаларды қалпына келтіруде үлкен мүмкіндік береді. Осы сабақта біз бағаналы жасуша деген не екенін, олардың қазіргі қасиеттерін, медицинада қолданылуын және бұл саладағы этикалық мәселелерді қарастырамыз. Сабақтың мақсаты бағаналы жасуша ұғымын түсіндіру, негізгі қасиеттерін анықтау, медицинада қолданылуын қарастыру, этика мәселелерін талдау. Алдымен бағаналы жасуша ұғымына тоқталайық. Бағаналы жасушалар бұл әлі толық маманданбаған, яғни нақты бір қызмет атқармайтын, бірақ кейін әртүрлі жасушаларға айнала алатын ерекше жасушалар. Оларды ағзадағы барлық жасушалардың бастапқы көзі деп айтуға болады. Мысалы, бағаналы жасуша белгілі бір жағдайларда жүйке жасушасына, қан жасушасына, бұлшықет немесе тері жасушасына айнала алады. Бағаналы жасушалар адам ағзасында эмбриондық даму кезінде көп кездеседі. Алайда ересек адамның ағзасында да сүйек кемігінде, теріде және басқа ұлпаларда болады. Бағаналы жасуша эмбриондық даму кезеңінде, сүйек кемігінде, терінің қабаттарында, кейбір ұлпаларда кездеседі. Эмбриондық даму кезеңінде бағаналы жасушалар барлық мүшелер мен ұлпалардың түзілуіне негіз болады. Сүйек кемігінде бағаналы жасушалар қан жасушаларының үнемі жаңарып отыруын қамтамасыз етеді. Терінің қабаттарында бағаналы жасушалар терінің жаңаруына және жарақаттан кейін қалпына келуіне қатысады. Ал кейбір ұлпалардағы бағаналы жасушалар зақымдалған жасушаларды алмастырып, ұлпаның қызметін сақтайды екен. Балалар, бағаналы жасушалардың 3 негізгі қасиеті бар. Бірінші қасиеті өзін-өзі жаңарту қабілеті. Бұл дегеніміз, бағаналы жасуша бірнеше рет бөлініп, өзінің дәл көшірмесін жасай алады. Осы қасиет арқылы ағзадағы бағаналы жасушалар ұзақ уақыт сақталып, қажет кезде іске қосылады. Ал екінші қасиеті дифференциация, яғни әртүрлі маманданған жасушаларға айналу қабілеті. Мысалы, бір ғана бағаналы жасушадан қан жасушалары, жүйке жасушалары, бұлшықет жасушалары түзілуі мүмкін. Бұл қасиет ағзаның дамуы мен қалыпты жұмыс істеуі үшін өте маңызды. Үшінші қасиеті зақымдалған ұлпаларды қалпына келтіру қабілеті. Жарақат немесе ауру кезінде бағаналы жасушалар зақымдалған аймаққа барып, сол жердің жасушаларына айналып, ағзаның сауығуына көмектеседі. Осы қасиеті үшін бағаналы жасушалар медицинада ерекше бағаланады. Бағаналы жасушаларды практикада қалай қолданамыз? Қазіргі таңда бағаналы жасушалар медицина саласында кеңінен зерттеліп, кейбір бағыттарда нақты қолданылып жатыр. Соның бірі қан ауруларын емдеу. Мысалы, лейкоз сияқты ауруларда сүйек кемігін трансплантациялау арқылы науқастың жағдайын жақсартуға болады. Сонымен қатар бағаналы жасушалар күйік алған науқастардың терісін қалпына келтіруде, жүрек пен жүйке жүйесінің зақымдануын емдеуде, болашақта жасанды мүшелер өсіруде қолданылуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, бағаналы жасушалар медицинаның болашағын түбегейлі өзгерте алады. Қан жасушалары дифференциация нәтижесінде бағаналы жасушалар қан жасушаларына айнала алады. Олар оттегін тасымалдау, ағзаны инфекциялардан қорғау және қанның ұю процесіне қатысады. Жүйке жасушалары
Бағаналы жасушалар жүйке жасушаларына айналып, жүйке жүйесінің қалыптасуына қатысады. Бұл жасушалар ақпаратты қабылдап, өңдеп және жеткізу қызметін атқарады. Бұлшықет жасушалары дифференциация кезінде бағаналы жасушалар бұлшықет жасушаларына да айнала алады. Бұл жасушалар қозғалысты қамтамасыз етіп, дененің күш пен икемділігін сақтауға көмектеседі. Этика және қоғамдағы көзқарас. Бағаналы жасушаларды қолдану барысында этикалық мәселелер де туындайды. Әсіресе эмбриондық бағаналы жасушаларды алу қоғамда түрлі пікірталастарға себеп болады. Кейбір адамдар бұл адам өміріне қатысты маңызды сұрақтар тудырады деп есептейді. Сол себепті көптеген елдерде бағаналы жасушаларға қатысты заңдық шектеулер енгізілген. Этикалық нормалар қатаң сақталады. Қазіргі таңда ғалымдар ересек адамның бағаналы жасушаларын пайдалану арқылы этикалық мәселелерді азайтудың жолдарын қарастыруда. Біз көзге көрінбейтін, бірақ тіршіліктің негізі болып табылатын жасуша әлеміне саяхат жасаймыз. Бұл жай ғана құрылым емес, бұл өзара үйлесіп жұмыс істейтін тірі жүйе. Ядро мырза, таныстыруды сізден бастасақ. Қуана, барлық басқару осы жерден басталады. Мен жасушадағы барлық ақпаратты сақтаймын және оның жұмысын басқарамын. Энергия керек пе? Онда мен дайынмын. Міне, жасушаның қуат көзі. Мен қоректік заттарды энергияға айналдырамын. Сол энергиясыз жасуша өмір сүре алмайды. Энергия бар екен, онда ақуыз жасауға кірісейік. Керемет, жұмыс басталды. Мен жасушаға қажетті ақуыздарды құрастырамын. Әр органоидтың өз міндеті бар. Барлығы бірігіп қана тіршілікті қамтамасыз етеді. Оқушылар, бағаналы жасушалар жайлы сабағымыз түсінікті ме? Ендеше бір қайталап өтейік. Бағаналы жасушалар барлық ағзаның құрылыс блогы. Бір ғана бағаналы жасушадан мыңдаған әртүрлі жасушалар түзілуі мүмкін. Мысалы, адам ағзасында 200-ге жуық әртүрлі жасуша бар. Және де бұл өмірдің қалпына келтірушісі. Бағаналы жасушалар зақымдалған ұлпаларды қалпына келтіре алады. Тіпті кейбір жануарларда олар жаңару қабілеті арқылы мүшелерін толықтай қалпына келтіре алады. Ал эмбриондық жасушалар мен ересек бағаналы жасушалар арасындағы айырмашылық кез келген жасушаға айнала алады. Ал ересек адамның бағаналы жасушалары тек белгілі бір ұлпаларға дифференциацияланады. Ғалымдар бағаналы жасушаларды қолдана отырып, жасанды мүшелер өсіру немесе жүрекке арналған жасушаларды қалпына келу жолдарын зерттеп жатыр. Бұл болашақта инсульт, жарақат, күйік және жүрек ауруларын емдеуде революциялық әдіс болуы мүмкін. Қорытындылай келе, бағаналы жасушалар биология мен медицинаның ең маңызды жетістіктерінің бірі. Олар ағзаны қалпына келтіруге, ауыр ауруларды емдеуге үлкен мүмкіндік береді. Алайда, бұл саланың дамуы ғылыммен қатар адамгершілік және этикалық қағидаларға негізделуі тиіс.
Назарларыңызға рахмет.